Сіздермен достар, бүгін мен 616 есепті шығаратын боламын. Бұл жерде амалдарды орындаңдар деп тұр. Шығарып көрейік. Біріншісі. 8-ден 3-ті көбейтеміз 5-тен 4-ке. Бөлеміз 10-нан 9-ға. Бұл жерде енді қысқартамыз. 8-ді 4-ке қысқартсақ 2 болады. 4-ті 4-ке қысқартсақ 1 болады. 2-ден 3 көбейтілген 5-тен 1. Көбейтеміз 9-дан 10-ды. Яғни бөлуді көбейтуге алмастырамыз. Ал мына жерде 10-нан 9-ды өзара кері санды жазамыз. 10-нан 9-ға өзара кері санды жазамыз. Енді бұл жерде 10-ды 5-ке қысқартсақ 2 болады. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1 болады. Мына жерде 9-ды 3-ке қысқартсақ 3. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1 болады. 2-ден 1 көбейтілген 1-ден 1-ді жазсақ та, не жазбай қойсақ та болады. Көбейтеміз 3-тен 2-ні. Сонда 2-ні 2-ке қысқартсақ 1 болады. 2-ні 2-ке қысқартсақ 1 болады. Сонда 3-тен 1 шығады. Енді келесі екіншісін шығарамыз. Екіншісінде 7-ден 6-ны бөлеміз 5-тен 3-ке. Көбейтеміз 1/5-тен 2-ні. 7-ден 6 бөлінген, көбейтілген, кешіріңіздер, 3-тен 5. 5-тен 3-ті өзара кері сан 3-тен 5-ке алмастырамыз. Енді көбейтеміз 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады. Енді қысқартатын сандарды қысқартамыз. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 5-ті 5-ке қысқартсақ 1 шығады. 6-ны 3-ке қысқартсақ 2 шығады. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1 шығады. 7-ні 7-ке қысқартсақ 1, 7-ні 7-ке қысқартсақ 1 болады. Сонда астын бөлімінде барлығы 1 шықты. Ал алымында 2 шықты. Сонда 1-ден 2 шығады. 2-ні 1-ге бөлсек 2 шығады. Келесі үшіншісін қараймыз. 2/11-ден 2-ні көбейтеміз 1/8-ден 3-ке, бөлеміз 4-тен 3-ті. Сонда 11-ді 2-ке көйтсек 22, 22-ке 2-ні қоссақ 24 шығады. Көбейтеміз 8-ден 8-ді 1-ге көйтсек 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11 шығады. Көбейтеміз 3-тен 4-ті, яғни бөлуді көбейтуге алмастырамыз. 4-тен 3-ті кері сан, өзара кері сан 3-тен 4-ке алмастырамыз. Енді қысқартатындарды қысқартамыз. 11-ді 11-ге қысқартсақ 1, 11-ді 11-ге қысқартсақ 1 шығады. Енді 8-ді 4-ке қысқартсақ 2, 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, 24-ті 3-ке қысқартсақ 8, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1 шығады. Жерге 8 жазамыз, ал бөліміне 2-ні жазамыз. 2-ні 2-ге қысқартсақ 1 шығады, 8-ді 2-ге қысқартсақ 4 шығады. 1-ден 4, 4-ті 1-ге бөлеміз, 4 шығады. Енді келесі 4-шісін шығарамыз. 23-тен 11-ді көбейтеміз 3/7-ден 2-ге. Бөлеміз 5/2-ден 1-ге. 23-тен 11 деп жазамыз. Көбейтілген 7-ден 7-ні 3-ке көбейтсек 21, 21-ге 2-ні қоссақ
23 шығады. Енді оны көбейтеміз. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, онға 1-ді қоссақ 11 шығады. 11-ден 2 деп жазамыз, өзара керісінға айналдырғанда. Енді 23-ті 23-ке қысқартсақ 1, 23-ті 23-ке қысқартсақ 1, 11-ді 11-ге қысқартсақ 1, 11-ді 11-ге қысқартсақ 1 шығады. Сонда 7-ден 2 шығады. Енді келесі 5-шісінде 5-тен 3 көбейтілген 2,3-тен 2 бөлінген 3,5-тен 1. Бірінші жақшаның ішіндегіні орындаймыз. Сонда 3-тен 3-ті 2-ке көбейтсек 6, 6-ға 2-ні қоссақ 8 шығады. Көбейтеміз. 5-тен яғни бөлеміз. 5-тен 16 шығады. Енді 3-тен 8-ді қайтып жазамыз. Бөлуді көбейтумен алмастырамыз. 16-дан 5 деп жазамыз. Енді өзара керісінға айналдырып. Енді мына жердегі 5-тен 3-ті көбейтеміз оған. Көбейтеміз. Енді қысқартатын сандарымызды қысқартамыз. 5-ті 5-ке бөлсек 1, 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 16-ны 8-ге қысқартсақ 2, 8-ді 8-ге қысқартсақ 1, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1. Сонда 2-ден 1 шығады. Енді 6-шысын шығарамыз. 1,8-ден 1 көбейтілген 9,3-тен 1 бөлінген 1,4-тен 3. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 3-тен 9-ді 3-ке көбейтсек 27, 27-ке 1-ді қоссақ 28 шығады. Бөлінген 4-тен 4 бірім 4, 4-ке 3-ті қоссақ 7 шығады. Қайтып жазамыз 3-тен 28-ді. Оны көбейтеміз, бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Енді 4-тен 7-ні, 7-тен 4 өзара керісінға алмастырамыз. Мына жерде тең болмайды. Яғни мына жерде бізде деген 1,8-ден 1-ді көбейту керек. Оны бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 8 жазамыз. 8-ді 1-ге көбейтсек 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9 шығады. Тең енді қысқартамыз қысқартатындарды. 28-ді 7-ге қысқартсақ 4, 7-ні 7-ге қысқартсақ 1 шығады. 8-ді 4-ке қысқартсақ 2, 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, 9-ды 3-ке қысқартсақ 3, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1 шығады. 4-ті 1-ге көбейтеміз 4, 4-ке 3-ті көбейтеміз 12. Ал бұл жерде 2 шығады. 2-ден 12. Бұл жерде қысқартамыз. 2-ні 2-ке қысқартсақ 1, 12-ні 2-ке қысқартсақ 6 шығады. Сонда 1-ден 6 шығады. 6-ны 1-ге бөлсек 6 шығады. Мен